Киллер дегенде көз алдымызға костюм шалбар киіп алған, келбеті сұсты ер адам елестейді. Бұл әрине Голливудтық фильмдер мен компьютерлік ойындардың ықпалы. Ашық дерек көздерге сүйенсек, тәуелсіздік алғалы елімізде 300-ге жуық адам тапсырыспен өлтірілген көрінеді. Ал құрықталған киллерлердің бәрі ер адамдар. Дей тұрғанымен, аталмыш үрдістен ерекшеленген бір ғана оқиға бар. Ол Қазақстан тарихындағы ең алғашқы және жалғыз әйел киллер. Қылмыстың мұқият әрі тиянақты жасалғаны соншалық, ашылуына бір жылдай уақыт кетті. Бұл 213-ші қылмыстық іс. Алматы. Қазіргі құбылмалы заманда жан-жақты болған өте маңызды. Трендтерді жіті бақылап, уақыт талабына сай болуға міндеттіміз. Заманауи технологияларды меңгергеніміз абзал. Әсіресе жасанды интеллект құралдарын. Қылмысыңды мойында. Мойындасам, абай бол мен туралы деректі фильм шығарады. Аталмыш құралды тіпті қосымша табыс көзіне айналдыруға болады. Отандық хабарландыру алаңдарында жасанды интеллектпен тапсырысқа бір видео жасау 5000 теңгеден 15000 теңгеге дейін тұрады екен. Бәсекелестер саны әзірге көп емес. Сондықтан уақыт жоғалтпай көшке ілесіп алған абзал. Егер блогер болсаңыз, осы құралмен видеолар әзірлеп, контент жасауға болады. Яғни мүмкіндіктер сан алуан. Бәрі сіздің қиялыңыз бен пысықтығыңызға байланысты. Видео сабақтар менің жабық телеграм каналында өтеді. Дәрістер өте жеңіл әрі түсінікті тілде. Видео жасау барысы нөлден бастап тәптіштеп көрсетіледі. Ең бастысы, бір ғана емес, бірнеше тегін құралды игеруге болады. Сабақ бағасы небәрі 2500 теңге. Үйренуге ниетті болсаңыздар, төмендегі WhatsApp нөміріне ЖИ деп жазыңыздар. Сабаққа жазылу үшін төмендегі WhatsApp сілтемесіне өт балам. Полиция бөліміне даурыққан ер адам қоңырау шалып, сұмдық жайтқа тап болғанын хабарлайды. Айтуынша, ол Байсерке ауылы маңындағы Тереңқара өзені қасында қой бағып жүріпті. Сөйтіп суда жатқан адамның мәйітін көзі шалған. Бірақ қасына жақындауға дәті бармапты. Сондықтан мәйіттің жынысын, я болмаса жарақаттары бар жоғын көре алмаған. Оқиға орнына келген тергеу тобы мәйітті шолуға кірісті. Мүлде толығымен шіріп кеткендіктен түр-әлпетімен тану мүмкін емес. Десек те, тергеушілер марқұмның жынысын анықтай алды. Ол әйел кісі. Денесі ит құс пен балықтарға жем болғандықтан көп бөлігі жоқ. Сондықтан өлімінің себебін бірден анықтау мүмкін болмай тұр. Дей тұрғанымен, марқұм жеңіл-желпі күздік киім киген екен. Демек, бақилық болғанына кем дегенде 4 ай өткен. Тергеу тобы оқиға орнын қанша шолғанымен, басқа ешқандай дәйек табылған жоқ. Марқұмның жеке басын анықтау мүмкін емес. Қалталарынан ешқандай құжат табылмады. Өлімінің де себебі белгісіз. Жазатайымға ұқсамайды. Себебі үстінде күздік киім. Жаздық киімде немесе шомылуға арналған киімде болса, абайсызда батып кетті деп тұжырымдауға болар еді. Саусағынан бриллианты бар сақина, ал мойнынан алтын алқа табылды. Демек, қасақана қылмыс болған болса, астарында тонау пиғылы болмаған. Бір күннен кейін тергеушілердің күдігі расталды. Сараптама нәтижесінде марқұмның қасақана өлтірілгені анықталған. Яғни денесінен 2 оқ жарақаты табылды. Біреу жүрегіне тисе, екіншісі қарын тұсына. Кісі өлтіру бабы бойынша іс қозғалып, тергеу амалдары басталды. Бірақ марқұмның жеке басы әлі де белгісіз. Енді сақшылар жоғалғандардың тізімін шола бастайды. Бірақ аталмыш жылдары Алматы қаласы мен облыста 200-ге жуық адам із-түссіз жоғалатын. Ал ел аумағында 1000-нан астам. Яғни тергеушілердің жұмысы ұлан-ғайыр. Тергеушілер жоғалған адамдардың тізімін шолып, нышандары мәйітке ұқсайтындарды іріктеп алды. Сөйтіп бәрінің туыстарын шақырып, марқұмның киімдерін және алқасы мен сақинасын көрсетеді. Ал мәйітті көрсетудің мәнісі болған жоқ. Себебі тану мүмкін емес. Нәтижесінде 2 аптадан соң марқұмның жеке басы анықталды. Ата-анасы оның киімдерін және алқасы мен сақинасын бірден таныды. Ол 38 жастағы Елена Минихазеева болып шықты. Алматы қаласының тұрғыны. Жақындарының сөзінше, Елена 5 ай бұрын жоғалып кеткен екен.
Ата-анасы оның жоғалғаны жайлы арызда түсірген. Бірақ іздеу шаралары ешқандай нәтиже бермепті. Марқұмның жеке басы анықталған соң, тергеу амалдары жаңа леппен басталды. Анықталғандай, Елена шағын тігін шеберханасының иесі, жалғыз басты ана, 14 жастағы ұлы бар, яғни қарапайым әйел. Ешқашан істі болмаған, ал оны жүрек және қарын тұсына оқ атып, мәйітін қала сыртына жасырған. Әдетте бұлай криминалды дөкейлерді өлтіреді. Елена қарапайым жалғыз басты ана және тігінші. Сондықтан қылмыс әдісімен марқұмның жеке басы бір-бірімен ұштаспай тұр. Ұзын сөздің қысқасы, мұндай жолмен әдетте криминалды авторитеттер немесе ірі бизнесмендер құрбан болады. Енді тергеушілер марқұмның жеке басын мұқият зерделеуге кірісті. Бәлкім әмбеден жасырғаны бар шығар. Туыстары мен құрбыларынан жауап алу барысында марқұмның жеке басына қатысты жаңа деректер ашылды. Елена сәтті кәсіпкер, шағын тігін шеберханасы бар. Бірақ аталмыш кәсіппен шектеліп қалмай, басқа саланы да қарастыра бастаған. Яғни жылжымайтын мүлікпен айналысуды жоспарлап жүріпті. Жалпақ тілмен айтқанда, арзанға пәтерлер мен үйлерді сатып алып, уақыт өте қымбатқа сатқысы келген. Осы мақсатта өз пәтерін кепілге қойып, банктен $300,000 несие алған екен. Бірақ тергеушілер тексергенімен, оның шоттарынан бұл соманың бір тиыны да табылған жоқ. Көп ұзамай, қаражатты Еленаның өзі қолма-қол түрінде шешіп алғаны анықталды. Нышандарға қарасақ, дәл осы қомақты сома қылмысқа себеп болған секілді. Ақшаның қайда кеткені белгісіз. Туыстары мен құрбылары жауапқа алынғанымен нәтиже болған жоқ. Ешкім ештеңе білмейтін болып шықты. Енді тергеушілер марқұмның ұялы байланысын тексеріп, кіммен жиі сөйлескенін тексеруге көшті. Әсіресе, несие алған соң сөйлескен адамдар мұқият шолынады. Марқұм үлкен сұранысқа ие тігінші, яғни киім тігуге тапсырыс беретін клиенттері күнделікті қоңырау шалатын болған. Арасында жиі хабарласатын тұрақты клиенттері де бар. Оған қоса туыстары, ата-анасы, құрбылары және тағысын тағы. Дей тұрғанымен, жүздеген абоненттердің арасынан бір адам тергеушілердің ерекше қызығушылығын тудырды. Ол әлдебір 33 жастағы Инна Воложанина. Анықталғандай, Елена бұрын-соңды онымен телефон арқылы сөйлеспеген. Бірақ $300,000 несие алғалы, өзара өте жиі қоңырау шалысатын болыпты. Тергеушілер Инна Воложанинаны дереу бөлімшеге жеткізіп, жауапқа алады. Ол марқұммен таныс болғанын жоққа шығарған жоқ. Анықталғандай, риэлтор болып істейді екен. Айтуынша, Елена оның қызметіне жүгініп, арзан бағаға пәтерлер немесе басқа жылжымайтын мүлік тауып беруді тапсырған. Осылайша 2 аптадай жұмыс жасайды. Воложанина оған көптеген пәтер мен үйлер тауып ұсыныпты, бірақ Еленаға ешбірі жақпаған. Бірінің бағасын тиімсіз деп тапса, бірінің сыйы ұнамайды. Сөйтіп Елена сол күйі хабарсыз кеткен екен. Басқа риэлтор тапқан болар деп, Воложанина қолын бір сілтепті. Бірақ марқұмның телефон арқылы сөйлесулері риэлтордың сөздерін растамай тұр. Елена 2007 жылдың 16 қазанында жоғалған. Ал ұялы байланыс детализациясы бойынша Воложанина онымен жоғалған күні де сөйлескен. Демек, хабарсыз кетті деп жалған айтып отыр. Тергеушілер аталмыш жайтты бетіне басқанда, Воложанина еш шімірікпестен сөйлескенін растады. Айтуынша, ол қайта-қайта қоңырау шалып, тапқан пәтерлерді көрсеткісі келіпті. Бірақ Елена кейінірек хабарласатынын айтып, тұтқаны қойып тастайтын болған. Айыптағатын дәйек болмаған соң, тергеушілер Воложанинаны жіберуге мәжбүр болды. Елена Менихазеева $300,000 несие алып, қолма-қол түрінде банктен шешіп алған. Бірақ ақша ізім-ғайым жоқ. Тергеушілер басқа да тұжырымдарды қарастыра бастайды. Бәлкім Елена қылмыстық топтардың немесе жақындарының құрбаны болған шығар. Осы себептен оның жақын араласатын ортасы зерделене бастады. Алайда құрбылары мен достары, туыстары, тіпті ата-анасы да $300,000 жайлы білмеген болып шықты. Тергеушілердің назары қайтадан әлгі риэлторға ойысты. Себебі қылмысты өзі жасамаса да, қомақты ақшасы бар әйелге басқаларды бағыттауы мүмкін. Кім біледі? Тергеушілер Инна Воложанинаның жеке басын мұқият зерделеуге кіріседі.
33 жастағы Инна Воложанина күдікке ілінгенімен айыптағатындай бірде-бір дәйек жоқ. Сондықтан тергеушілер оның әріптестерімен араласатын ортасын зерделейді, жауапқа алады. Нәтижесінде Воложанина қарапайым риэлтор болмай шықты. Ол қала аумағындағы ең беделді риэлторлардың бірі. Кішкентай пәтерден бастап, ірі көлемдегі ғимараттарды сатумен айналысады. Ортасында өте сыйлы, табысы да көп. Ал жеке басын зерттеу барысында тосын дерек анықталды. Ол 10 жыл бұрын қарақшылық шабуыл жасаған үшін абақтыда отырып шыққан екен. Енді тергеушілердің күдігі үдей түсті, бірақ күдіктерін растайтын дәлел жоқ. Тергеу тығырыққа тіреліп тұр. Дей тұрғанымен, риэлторды сырттай бақылау және айналасын зерделеу жұмыстары жалғаса берді. Мәйіттің табылғанына 5 ай өтті. Тергеу амалдары ешқандай нәтиже бермей отыр. Дегенмен, тергеушілер қызықты бір жайтқа тап болды. Елена жоғалғанға дейін Воложанинаның жеке оққағары болған екен. Әріптестерінің сөзінше, өз өмірі үшін қатты алаңдайтын Воложанина әлемдік жұлдыз сияқты барлық жерде оққағармен жүретін болған. Бірақ Елена жоғалған кездері әлгі оққағары көзден таса болыпты. Себебін сұрағанда, Воложанина ақша үнемдеу үшін оққағарын жұмыстан босатқанын айтып жүрген. Енді сақшылар әлгі оққағардың жеке басын анықтап, іздеуге көшті. Аты жөні Николай Зверев. Бұрын соңды істі болған, қылмыс әлеміне қатысы бар адам. Бөлімшеге жеткізілген бойда Зверев өз жауаптарымен тергеушілерді абдыратты. Айтуынша, Воложанина оған қисынсыз өтініш білдірген. Яғни Елена Минихазееваны өлтіруге тапсырыс жасап, ақысына $30,000 беріпті. Зверев ақшаны алғанымен тапсырысты орындамаған, яғни телефон нөмірін ауыстырып, басқа мекенжайға көшіп кетіпті. Сөйтіп оққағарлық жұмысына да шықпай қойған. Жалпақ тілмен айтқанда бастығын лақтырып кеткен. Әрине, қылмыстық жауапкершіліктен жалтару үшін Зверев алдауы мүмкін. Істің мән-жайы анықталғанша ол изоляторға тоғытылып, бөлімшеге Инна Воложанина жеткізілді. Алайда ол бұрынғы оққағарының сөздерін жоққа шығарды. Айтуынша, жұмыстан қуып жіберген үшін ренжіген Зверев оған жала жауып отыр. Оған қоса кезінде істі болғандықтан, тергеу жүйесін жақсы білетін Воложанинаны жалпақ тілмен айтқанда сындыру мүмкін болмады. Дей тұрғанымен, оның жеке өмірін зерттеу барысында тағы бір тосын жайт анықталды. Тергеушілер Воложанинаның көңіл қосып жүрген жігітін анықтады. Ол 32 жастағы Константин Южаков. Бөлімшеге жеткізілген бойда қалтырап дірілдеген ол бірден ағынан жарыла кетті. Айтуынша, Воложанина оған Еленаны өлтіруге тапсырыс беріп, ақысына $50,000 ұсынған. Оқиға күні Воложанина, Елена және Константин үшеуі көлікпен қала сыртына жолға шыққан екен. Воложанина рульді тізгіндесе, Елена алдыңғы жолаушы орнында отырған, ал Константин артқы орында. Сөйтіп Еленаны орын арқалығы арқылы тапаншамен 2 рет атып өлтірген. Ал мәйітін өзенге лақтырып жіберіпті. Нас спереди сделал. Решили ее убить. Вот пистолет, вот где он для этого лежал? Он лежал, вот так, охотник был откинутый, он под ним лежал. Так. Далее вот когда вы едете? Когда ехали, я его достал отсюда. Потому что Мерседес тут расстояние. Я его достал, вот так приставил. Да. Теперь Она, когда выстрел произвел, она откинулась вперед. Я произвел. Бір жылдай уақытқа созылған қылмыстық іс мәресіне жетті. Айыптылар табылды, мойындау жауаптары бар. Алайда сарапшылар Константиннің жауаптарын жоққа шығарды. Оның сөзінше Еленаны арқа тұсынан атқан, бірақ сараптама нәтижесі мүлдем басқа. Марқұмды алдынан атқан. Бірақ Константин райынан қайтар емес, қылмысты толығымен өз мойнына алып отыр. Тергеушілерге оның бұл әрекеті түсініксіз болды, бірақ уақытша. Константиннің артынан келген жұбайының арқасында қанды Санта-Барбараның беті ашылды.
29 жастағы Людмила Южакова күйеуінің көңілдесі бар екенін білгенде байбалам салып, тосын ақпараттарды жайып салды. Анықталғандай, Инна Воложанина және Людмила Южакова жақын құрбылар. Сонау 1997 жылы бір абақтыда, бір камерада жазасын өтеген екен. Воложанина қарақшылық шабуыл үшін отырса, Южакова жеңгетайлық үшін сотталған. Құрбысының сатқындығынан наразы болған Южакова ағынан жарылып мойындау жауаптарын бере бастайды. Анықталғандай, Еленаны өлтірген Южакова, ал Константин жұбайын қорғау үшін бар кінәні өзіне алып отыр. Воложанина болса, олардың жауаптарын жоққа шығарумен әлек. Жылжымайтын мүліктер алу үшін Елена пәтерін кепілге қойып, банктен $300,000 несие алады. Сөйтіп хабарландыру арқылы риэлторлық қызметпен айналысатын Воложанинаны тапқан. Нәтижесінде екеуінің сөздері жарасып, риэлтор арзан бағаға үйлерді іздеуге көшеді. Сөйтіп 10 шақты варианттарды тауып ұсынған екен. Елена ұсыныстардың арасынан екеуін таңдап алған. Тастақ ықшамауданындағы 2 бөлмелі пәтер және Әйгерім ықшамауданындағы үлкен жер үй. Бағасының жалпы сомасы $290,000. Еленаның мақсаты кішігірім жөндеу жұмыстарын жасап, жарты жылдан кейін қымбаттау бағаға сату. Яғни қазіргі тілмен айтқанда флиппинг. Көп ұзамай Еленаның басы дауға қалды. Тастақ ықшамауданындағы 2 бөлмелі пәтердің мәселесі бар болып шықты. Пәтер әлде бір қариянікі болған. Пәтерді оның баласы сенімхат арқылы сатқан екен. Бірақ екінші баласы бұл жайлы біліп қойған соң, мұрагер ретінде сотқа берген. Салдарынан пәтер арестке түсіп қалады. Ызаға булыққан Елена риэлторға келіп, пәтердің ақшасын қайтаруды талап ете бастаған. Әйтпесе сотқа беретіндігін айтып қорқытады. Нәтижесінде Воложанина басқа пәтер тауып беруге уәде береді. Бірақ тапқанның өзінде өз ақшасын жұмсау керек. Ал Еленаның ақшасын әлгі пәтерді сатқан адамнан қайтару мүмкіндігі жоқ. Қайтармайтыны анық. Елена болса күн сайын хабарласады. Сотпен қорқытып қыспаққа алады. Әбден мезі болған Воложанина мәселенің жалғыз шешімін тапты. Ол оққа қара Николай Зверевке $30,000 ұсынып, Еленаны өлтіруді тапсырады. Бірақ Зверев ақшаны алып, бастығын лақтырып кетеді. Одан кейін басын қатырып жүрген мәселесі жайлы көңілдесі Константинге айтып, көмек сұраған. Яғни Еленаның көзін құрту үшін $50,000 ұсынады. Константин үзілді кесілді бас тартқан. Бірақ кешке үйіне оралған ол, жұбайына Воложанинаны кездейсоқ жолықтырып қалғанын және оның қисынсыз ұсынысы жайлы айтып береді. Бірақ $50,000 жайлы естіген Людмила Южакова күйеуінің бас тартқанына наразы болған. Константиннің қорқақтығын бетіне басып, тапсырысты өзі жасауға бел буады. Бірақ оққа қарынан опық жеп қалған Воложанинаның талабы бар болатын. Елена оның көз алдында өлтірілуі тиіс. Воложанина Южаковаға тапаншаны береді. Сөйтіп Еленаға хабарласып, жақсы пәтер тапқанын және оны көрсетуді ұсынады. Сөйтіп екеуі Мерседес көлігімен жолға шыққан. Рөлді Воложанина тізгіндесе, алдыңғы жолаушы орынға Южакова жайғасады. Жол жөнекей Еленаны алып кетіп, Алматы Қорғас тас жолына қарай жол тартқан. Ал Константин болса, Volkswagen көлігімен іздерінен ілеседі. Сөйтіп қала сыртына шыққан кезде Воложанина көлікті тоқтатады. Ал Южакова тапаншаны шығарып, артқы орында отырған Еленаны 2 рет атып түсіреді. Қарны мен жүрек тұсына тиген оқтан Елена сол мезетте көз жұмған. Осы кезде артынан ілескен Константин келіп тоқтайды. Воложанина оған мәйттің көзін құртуды тапсырып, Южакова екеуі қалаға қарай жол тартқан. Сөйтіп қалаға жеткен бойда Воложанина құрбысына $50,000 санап берген. Ал Константин марқұмның жансыз денесін өз көлігіне салып, Байсерке ауылына қарай жөнеледі. Сөйтіп тапаншамен мәйітті Тереңқара өзеніне лақтырып жіберген. Дей тұрғанымен, қылмыс орын алған Мерседес көлігі сол күйі табылған жоқ. Воложанина оны $1,500 сатып жіберген екен. Ал сатып алған адам оны бөлшектеп сатып жіберген болып шықты.
Тергеу барысында ағынан жарылған ерлі зайыпты Южаковтар сот барысында мың құбылады. Айтуларынша, олар $50,000 алған, бірақ тапсырысты орындамапты. Яғни Еленаны атып өлтірген Воложанинаның өзі. Өздері еріксіз куәгерлер. Егер тапсырысты орындамаса, Воложанинаның ақшаны беруі екіталай. Ал Воложанина болса, тапсырыс берген мойындамайды. Айтуынша, ол расымен де Еленаның көзін құртуды өтінген. Ал Людмила Южакова құрбысы ретінде қол ұшын созып, құрбанды тегін өлтіріпті. Яғни барлық тарап өздерін қорғау үшін қисынсыз сандырақтай бастайды. Все свидетели, включая свидетели обвинения и защиты, меняли показания неоднократно. Я считаю, что достаточно мало собрано действительно настоящих доказательств по убийству и по всему остальному. Надеюсь на справедливое решение суда. Конечно, я считаю, что я не имею права, но все-таки я хочу попросить прощения у родителей князей Елены, и чтобы суд вынес справедливое решение. Сот шешімімен 34 жасқа толған Инна Воложанина және 30 жасқа толған Людмила Южакова 16 жылдан арқалап кетті. Ал 33 жастағы Константин Южаков 15 жылға бас бостандығынан айырылды. Күлімдегеннің бәрі ақ көңіл, сес көрсеткеннің бәрі зұлым емес. Әр қадамды аңдап басып, айналаңызға мұқият болыңыз. Тағдыр аңғалдықты, екі аяқтылар аңқаулықты кешірмейді. Арнаға жазылуды ұмытпағайсыздар. Абай болайық.